Қазіргі күні құрамында қант бар сусындарды пайдаланбайтын адамдар кемде-кем. Алайда мұндай сусындардың адам денсаулығына қалай әсер ететінін ойланбаймыз. Тәтті сусындардың құрамындағы бос қанттардың қаупі үлкен. Оларды шамадан тыс пайдалану семіздікке, екінші типті қант диабетіне, тіс шегінің пайда болуына, жүрек, қан тамыр ауруларына, тіпті онкологиялық аурулардың пайда болуына алып келеді. Тәтті сусындардан бас тарту бұл денсаулықты сақтауға және қалыпты салмақты сақтаудағы маңызды қадам. Шөлді басу үшін ауыз суды мол ішкен дұрыс. Бұл әсіресе балаларға пайдалы. Денсаулықты таңда. Құрамында қант бар сусындарды таза сумен, сүтпен немесе сүт қышқылды сусындармен, қантсыз шаймен және өзге де пайдалы сусындармен алмастыр. Ата-аналар, балаларыңыздың денсаулығын ойлаңыздар. Балаларыңызбен бірге пайдалы сусындар ішіңіздер.